Құрметті қалайық, қазіргі мен сіздермен бөлісіп отырған дүние ол тарихи тың дерек. Жаппай жан-жаққа бөлісіп отырыңыздар, лүпіл басыңыздар, комментарияға пікірге шошайған саусақ таңбасын қалдырып кетіңіздер. Бұның барлығы видеоның таралуына көмектеседі. Себебі менің бір апта бойы зерттеген еңбектің бәрі еш кетеді. Бұның алдында ғана видео жүктегім, ботпен озвучка жасап, ол тарамай жатыр. Өйткені TikTok жаңа алгоритм бойынша менің бейнемді және дауысымды сақтап алғанда тек қана менің өзім ғана жария еткен видеоларды ғана таратады екен. Сондықтан қалайық, сіздерден өтініш, және өздеріңізде бүкіл қазақ халқы танып білсін деген ниетте осы видеоның сілтемесімен жан-жаққа бөлісіп отырыңыздар. 1860 жылы Лондонның Blackwood деген баспаханасында лақап фамилиясы Грэхэм деген шотландық ханым Кэтрин Лора Джонстон жебешілер мен дала және Скифия империялары немесе Ресейдің және Тартарияның 16 ғасырға дейінгі Еуропада Моғол империясының құлдырауына дейінгі тарихатты кітап басып шығарылады. Сол кісінің кітабы. Осы кітаптың 193 және 196 беттерінде Шыңғыс ханның шығу туралы тарих жазылады. Ол кісі әңгіме басын былай бастайды. Ежелгі Қытай деректерінде дейді, Иса пайғамбардан, яғни Қайса пайғамбардан 800 жыл бұрын Мохо және Тата деген тайпалар болған дейді. Сол тайпалардың тұрған мекенімен қазіргі осы айтылып отырған халықтың мекенін бәрін салыстырып қарасақ, олар дейді бір халық дейді. Шыңғыс ханның арғы атасы, яғни Шыңғыс хан 1162 жылы дүниеге келді ғой. Арғы атасы 20 ұрпақ бұрын Эргөнекөннен шыққан дейді. Эргөнекөн 6 айда болған дейді. Яғни Шыңғыс ханнан 20 ұрпақ бұрын десек, бір ұрпақтың жасын 20 жас десек, ол 400 жыл. 1162 жылдан 400 жылды алып тастаған кезде 764 жыл шығады. Яғни Шыңғыс ханның 20-шы атасы Бөртөчино, көк бөрі, Қиян мен Нұқыз тайпаларын Алтай тауларынан 764 алып шығады. Ал оғанға дейін 450 жыл бұрын, яғни 364 жылдар кезінде Нұқыз бен Қиян сол жерге бас сауғалап барып жасырынады. Нұқыз деген ол Елхан деген патшаның баласы, ал кешіресіздер, Нұқыз Қиян Елхан деген патшаның баласы, ал Нұқыз соның жиені. Содан олар екеуі осы жерге барып бас сауғалап 450 жылдың ішінде көбейеді. Содан олар жаңағы 764 жылдары, 700 жылдар, яғни көк түрік заманында олардың ұрпақтары Нұқыз бен Қиянның көк түркілерге сауыт сайман атап айтқан кезде Білге қағанмен, жаңағы Бомын қағанмен және Мұқан қаған әскеріне солардың соққан сауыты көк болып шағылысады болғандықтан ол жаңағы түркілер көк түркі деп аталады. Көрдіңіздер ме? Сонда бұлардың бәрі темірші, ұста, сондай керемет қақ болған. Ал Нұқыз бен Қиян ол тауға қалай барып жасырынады, Алтай тауларына. 1465 жылы Шарафаттан әл-Язи деген кісі Зафарнаме деген кітап жазып шығады. Яғни Әмір Темірдің несі туралы, өмірбаяны туралы. Соның бірінші томы бар. Бірінші томын ешбір халық тіліне аударылмаған. Орысшада жоқ, ағылшыншада жоқ, тек қана қазақ тілінде бар. Ол 2021 жылы Оразбай Зәріпбай деген парсы тілінің филологы, маманы, сол кісі аударып шыққан. Сол кітапта тұп-тура жазылған Қиянның әкесі Елханның патшалығын Түркістан мен Мауреннахр патшасы Тұр және татарлардың патшасы Сайюнш екеуі бірігіп Елханның патшалығын тас-талқан етіп халқын қырып тастайды дейді. Сол кезде Қиян мен Нұқыз ғана тірі қалады дейді. Ал Қиян мен Нұқыз қашып сол Эргөнекөнге жасырынады дейді. Сондықтан да бүкіл тарихшылардың бәрі соңғы 15 жылда сол Эргөнекөнді іздеп жүрген. Ал Эргөнекөн ол біздің Алтайда екен. Енді мынаны қараңыздар. Біз жоғарыда айттық, Нұқыз бен Қиян көк түркілерге, яғни Нұқыз бен Қиян тайпасы көк түркілерге қару-жарақ және сауыт сайман соқты дедік. Демек, Алтайдың олар теміркені көп жерді мекендеген. Енді мен Алтайдың, яғни геологиялық зерттеу жұмыстарын оқып шығып, енді қазір экрандар бәрін көріп отырсыздар. Сонда
ұққаным жаңағы кендер, темір кендері тас түрінде жер бетінде Сарымсақты тауы бар ғой, Сарымсақты Тарбағатай тау сілемі және Күршімнің тау сілемі бар ғой, Нарын, Күршім деген, және соның оңтүстігі, және Күршім тауының оңтүстігі, сол жақтың барлығында темір кендері жер бетінен кездеседі екен. Тіпті Марқал көлінің тұсында. Міне осы жердің барлығы, өздеріңіз картадан көріп отырсыздар, екі тауды Ергенүкен деп аталған. Осы жерде олар жасырынған, осы жерді мекен еткен, және кімдердің де әскерлері осы жерден қаруланған, көк түркілердің әскерлері. Сонда жаңағы Рашида Хамадани Жамайх ат-Таурих жылнамасында үгедей қаған, шындығында Оқтай қаған, Оқтай екендігін армян жылнамалары жазған, және тағы бір ағылшын кітап бар, 1851 жылы басып шыққан бүкіл әлемдердің бүкіл әлем халықтарының тарихы деген, ол Массачусетс университетінде басып шыққан. Оның авторы Гудрич, сол ішінде Оқтай деп жазылып жүр. Жаңағы үгедейдің аты. Сол Оқтай қаған Наймандар жерінде әкесінің құрметіне Қарақұрым салғысы дейді, яғни Шыңғыс ханның туған жеріне. Сонда Шыңғыс ханның туған жерде Шығыс Қазақстан облысы Алтай жерлі болып табылады. Және Бұқтырма өзендерінің бойы, Сарымсақты тауының бойы, Қатонқарағай жақ, бір сөзбен айтқан кезде. Содан ең қызығы 764 жылы Бөрте Чино, яғни Шыңғыс ханның 20-шы атасы Нұқыз бен Қиян тайпаларын таудан бастап шыққаннан кейін, олар 9 Оғыз мемлекетін құрады. Бұлар Оғыздар негізінде. 9 Оғыз мемлекетін құрады. Onlar ресейліктер дүниежүзіне ұйғыр мемлекет деп ұсынды, әдейілеп. Өйткені тауып алу мүмкін ғой, шындығында кім екендерін, және Шыңғыс хандарын. Оларды кімдер? Қытайлар сол кезде шато түріктер дейді, пустынный түрки дейді. Содан бұлар Йорық қағанатын құрады. Сосын Йорық қағанаты 70 жыл тұрып құлап қалады. Содан кейін 40 жылдан кейін бұлар 907 жылы Кидани мемлекеті құрады. Ляо мемлекеті. Ал Ляо мемлекетінің Қытай тілінен аударған кезде Темір империясы деп аударылады екен. Енді міне көрдіңіздер ме? Темір империясы деп неге аталады? Себебі біз басында айтып, бұлардың бәрі ұста болған. Барлықтарының атын қараңыздар, Теміршін, Темірлан, Мәңгі темір, көрдіңіздер ме? Түгел теміршілер. Яғни ұсталар. Сол ұсталар айтқан кезде дәурен құрған ғой. 907 жылы құрған Кидани империясы 1125 жылы құлап қалады. Ол 8 ұлыстан тұрады, халыққа осыдан Найман ұлысы деп енеді. Кидани мемлекеті. Ал шындығында тарихтарда Қытай мемлекеті, Хатай мемлекеті деп айтылады. Хатай деп парсша, Қытай деп біз аударып алдық Китай деген сөзден. Ал негізінде Кидани. Содан 1125 жылы құлаған кезде бұл империя, бұлар қайтадан бері қарай көшіп келеді мына Алматы облысына. Сосын Алматы облысына екіге бөлінеді. Бір бөлігі Қарақытай болып Алматы облысында қалады да, екінші бөлігі қайтадан Алтайға барады. Және Шыңғыс хан сол жерде дүниеге келеді. Оны ол жаққа бастап алып барған Шыңғыс ханның 4-ші атасы Тінбині. Көрдіңіздер ме? Сонда олар 764 жылы Алтайдан шығады да, Йорық қағанатын құрады да, ол Йорық қағанаты құлап қалғаннан кейін қайтадан Кидани мемлекеті құрады 907 жылы. Сосын 1125 жылы қайтадан құлап қалады Кидани мемлекеті. Сосын кейін олар барып Алтайға паналайды. Содан Шыңғыс хан дүниеге келеді 1162 жылы. Содан олар қайтадан ұлы Еке ұлысын құрады. Яғни Еке ұлыс деген ұлы империя деген сөз. Көрдіңіздер ме? Сонда қарап отырсақ, қазақтардың рухани астанасы Түркістан баса, ал қаһармандар, батырлар астанасы, астанасы емес енді жері, қасиетті жері ол Алтай екен. Шыңғыс хан бекер ол жерді жаңағы Алтай жерін ерекше қасиетті жер, ол жердің адамдарының барлығы өзінен өзі ақылды, өзінен өзі гений болып кетті деп жазбаған екен. Сіздерге бұл видеоның алдына тағы бір түсіріп видео көрсеткем. Алтайды Шамбала деп атайтындығын үндістер. Рахмет.